Армысыздар қазақ елі. Бүгін Дулат Батырдың үйі абойлар келіп жатыр заказбен. Бұның бәрі бір кісі өзінің көмегін көрсетіп жатыр осы үйге бізге. Сол абойлар соны көрсетейік деп. Не батырмыз жатыр, стяжка ұрып жатырмыз. Үйді енді бітіреміз бе деген ойменен жанталасып жатырмыз ғой мына жақта. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Шүкір аман екен. Тікелей эфирдесіздер баршаңыз. Негізі қымбат абайлар кепті деп айтып жатыр. Бір кісі өзі заказ беріп, Рахмет ол кісіге. өзім айналып дейін. Айтып бересіз бе? Өзіңіз айтып бересіз бе дұрыстап? Ялады. Сол осы беріп жүрген кісіге тікелей эфир. Осы беріп жүрген кісіге үлкен алғысымызды білдіреміз. Құдай қолдап жүрсін. Рахмет, соны халыққа көрсетейін деп енді біздің осында жүрген жүрісімізді осы тікелей эфирге түсіріп, халыққа таратып, не болып жатыр осында, жаңалықтар қандай бар, көп ел білгісі келеді, келгісі келеді. Не Дидар деген апайым жүрмін да. Осы кісі абойды қарсы алып келе жатыр. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Рахмет сізге. Келіңіздер, абойлы болыстырыңыздар. Рахмет сізге де. Жанталасып осы үйдің сыртын бәрін істеп жүрген осы кісі. Рахмет дейміз. Соң енді құрметті қазақ елі, бүгін енді Европаға local dictatorship. I'm talking about our former president Nursultan Nazarbayev. He's been in charge during 30 years, about 30 years, and Dullat Agadir is one of the leaders of the protesters. So a few months before, a few policemen, they came to his home, take them away, him and right to the prison. So from his house to the prison is actually takes about 4 hours. Supposed to be half an hour, but during 4 hours he's been somewhere in other place together with the policeman. By the way, he was tortured, and then till the morning he was brutally killed in the capital of Kazakhstan. It's a former city Astana, now we say Nur Sultan city. So now behind Dullat Agadir remain 6 of his children, his mom and his widow, his wife. And here gathered all of his friends. It's a civilian activists, human rights protectors. They gathered to build a new home for his family. Right behind of me, I'd like to show you his new home. A lot of people, they donate some of the money to buy construction materials, and they do work construction. During a construction phase, everything free of charge. Nobody pays them. They do all of construction jobs by themselves. Here's the walls right behind of me, and look at this. This is a flag of Kazakhstan. Right behind of me. So, look around. Here I can show you the new home for his family. I'd like to invite all of people on the 8th of August 2020. We are planning to do a gathering. Is a particular kind of memorial. We have to build it and we have to visit it. Right behind us, again came some of policemen, some of officers. Ya ол қайда? Жамбол қайда өзі? Камера деді бәрі тұрма. Я арқасында 8-15 теңге. Every time they came, they trying to get some of papers and order some of the
fine. Естіген не болған айтыңдаршы. Байқамай соғыс көрді. Қаша? Бүгін таңертең. Бесі өткен? Иә, кішкентай бала кетіп қалды ол да. Every time Мен соған анамаса мен де келіп түсінемін. you say you disagree with that. Жоқ, анау. Тергеу жасап жатырмыз. I'm appealing to the Human Rights Watch and Қане others видеоны from несі European қады? countries Қазақ and шығарма from да. North America. Түсініктеме берсін. They are meet in your Жамбылатқа звондамыз. Сендер жала жауап тұрған шығарсыңдар біреуге деген. Қазір to the келіп family of мынаған айтып қылдырып Brother and some of the local activists. Every time they do something like this, ол and most баладан of them осында жүр ғой. Не болды деп тұр сонда? Бесеуеттен балаға соқты дейді. Жамбыл беріп себеттің бала соқты. Сол арызсыз дейді. Белсебетпен Бұл жамбыл. пеше құттама қандай жерде? Қойшы өтірік айтып тұр ғой. Бұлар әбден Жала өтірікпен жауып тұрсыңдар ғой сендер деген. өтірік айтып үйренген ғой бұлар. Назарбаев жүйесіне жұмыс істеп тұрсыңдар. Заңсыз келесіңдер. Қазір хабарласып болады. Сендер ертеде формаларын ауыстырып алыңдар жігіттер. Ертең кеш болады. Соның үшін осы бастан формаларын ауыстырып біз жаққа көшіңдер. Сендер бұл түрлерімен ешқайда да бара алмайсыңдар. 180 мың. Болдыңдар ғой, өмір бақи өстіп ұстап отырам дейсіңдер ме қазақ елін? Ұрлықша Ертең тізерлеп қаласыңдар осы жерде. Сендердің балдарына да қара бет болады. Кішкене әбден намыстанып, мына қамшымен дырылдатса ғой Сендер сендер. мына майоры бола бер, полковник бола бер, ешқайда бара алмайсыңдар. Түрлерін қараш кәдімгідей. Мына қыздың баласын Мұжырайып. сол кезде өлтірген адам неге әкеп бермейсіңдер? Жүр ғой тайраңдап. Алып келсе, жарас қаппасты алып келші, жарас қаппасты көшеге алып келдіші. Алып кел, өл убийцаны. Убийцаны алып кел. Біз арыз жазғаны бірақ қыздың шешесін өлтірген сол шешесінің баласы Алып тастаңдағы не? Өшір. Апсанан өшір. Бар сен өз территорияң үйіңе барып, үйіңе. Үйден ұрлық алып кеткенде мынаны неге снимать етпедің? Бар үйіңе бар, үйіңе есіктің алдына барып қоссын. Жоқ, үйіне барып қоссын бар. Үйіне барып қоссын бар. Есігінің алдына барып қоссын барсын. соттамадыңдар. Ол адам әлі қаңғырып Үйден әкетіп өлтіргенде сонда неге снимать етпедің? Жанболат емес, не ол бала не Жанболатты танып тұр ма екен? Танып келсе сендер көрсеткен Өзір Жанболат деген вообще мә великпен жүрмейді ол. Жоқ, машинамен. Фамилияңызды айтыңызшы. Представляться дейінші кәне. Халық танып тұрсын сіздер. Айттым мен. Көрсіндер. бізбен сөйлестік. Назарбаевтың жүйесін көрсін. Міндетіміз ғой. Кім екен? Мына қарын қамдықтарыңыз одан Жанболатқа звондап сұраңыз. Действительно, болды ма сондай, болған жоқ па деп. Сұраймыз. Госавтоинспектор. Қамжин, Азат Сапарғалиев, госавтоинспектор. Азат Сапарғалиев. Мемлекеттік Инспектор. Мемлекеттік автоинспектор. Мен жол полиция инспекторы. Денемде бар еще. Кәне представляться дейінші кәне. Кімсіз сіз келіп тұрған? кішкентай бала мен инспектор по делу несовершеннолетних. Мен қазір кішкентай баланы соғып кетті, сол үшін келіп отырмын. Осы кісілерді көріп отырған. Так, майор полиция Абилов Жаслан Серикбаевич, старший дознаватель. Ал енді құрметті қазақ елі, осыны көріп отырған осы кісілердің, осы полиция қызметкерінің туыстары болса, осыларға қой деп айтыңыздар. Бұлар халық жауын айланды уже. Уже жоқ жерден кәдімгідей өздері іс шығарып. Кәне сен кімсің? Представляйсызшы кәне? Кішкентай бала танытсын. Осының туыстары көріп тұрсаңыздар, осы полиция қызметінің жұмысынан шықсын деп айтыңдар. Қарғыға ұшырап жатыр. Кәне представляйсызшы кімсіз сіз кәне? Рашат Беген, майор. Келіңіз кәне представляйсызшы кімсіз? Мен сізден сұрап келіп тұрсыз ғой. Жоқ, маған конкретно мен осы үйдің баласымын. Қаланың ішінде ме? Жоқ, мына Сарыарқа көшесінде деймін. Так, Бөлегенов Асхат кәне оқыған жоқпын. Оқыған жоқпын. Мен оқыптым, түсіріп. Бөлегенов Асхат Бахитович, иә. Мерзімі. 22 жылға дейін. 22 жылға дейін. Асхат. Осыны көрсе, әйелі, бала шағасы, қойсын деңіз, осындай провокациямен айласпасын. Бұлар нағыз өзіміз қазақ, өзіміз көзі жау болатын күнге келдік. Арызын көрейік, арызын. Майор мырза, сіз жүрміз көрсетсеңіз. Провокация кәдімгі. Я показал кому хозяин. Жоқ, мен сұрап алдым, жазып алдым да, бәрі жазылған. Арыз бар ма? Ауыл тұрғыны арыз бар бәрі. Қане көрсетеді, қане көрейік. Берші арыз, ге жасал. Дайын болғысы бар ма? Кім жазған екен? Это может. Грязная полиция. Жағажауымен бірдей ғой айналайын. Дәлел бар ма? Дәлел бар ма? Сізде дәлел бар ма оны? Әжесі. Оқи бер, біз бала Бәріміз, біздің бала ол. Оның әкесін өлтірдіңдер, ол біздің баламыз ол, халықтың баласы. Миронов Дархан Мирамбекович, прошу вас принять законные меры в отношении неизвестного водителя. Неизвестного водителя. Мы должны проверить автомашину Мерседес, на которой управляет гражданин.
Агадилов. Жоқ, бүгін камерамен бар, шол за рулем болды. Очки бар, бала. Очкиге келгенде 2-3 күн болды, машинаны сатамын деп жүрген ол бала. Ол бәрі түгел жалған, құрметті қазақ елі, осындай провокацияның бәрі. Қай уақыттың кезі? Короче, сен капитан, тыңда. Бұл үйде бар ғой. Мүмкін анда қай уақыт жазылып тұр? Бұл үйде бар ғой, ас берейін деп жатыр 8 күні. Назарбаев сенің ана Каримовтен бар ғой, сендерді қыспақ жасап, осы үйде бар ғой, осы үйден причина іздеп кетіп тұрсыңдар, бостан бос. Тырнақ астынан кіріздеп жатсың. Кіріздеп жатсыңдар. Сендер деген өзі қанша адамды ұстап жатсыңдар? Белсенді азаматтарды қудалап жүрсіңдер. Құрметті қазақ елі, бәріне обращение. Бүкіл Қазақстанға. Келіңіздер. Енді сен больницаға апардың деп тұрсың, осы қалай хозяйка? Енді сол қай больницаға бардың, қандай хозяйка? Сендерге адам сенуге болмайды. Сендер қазір өлтіресіңдер, таңертең мына өлтіріп деп шыға келуге сендер. Көрген жоқым деді, а? Куәгер болса маған видеосын көрсет, мыналар видеосын көрсет. Сендер вообще адам, вообще қалдықтың төбесінен мініп алғансыңдар. Басың Назарбаев, Тоқаев болды. Енді 70-ке келген кеше мен ұрдыңдар ғой, міне, свидетель, міне. Кеше аяғымда, денемде бар кеше. Көрдің ба, міне. Енді келіп, жетіп келіп, жала жауып тұрсыңдар. Бала осында тұрады, ол қазір келеді, мен ол қайда жүреді. Кіріңдер іске далада ол машина. Қараңыздар, мына осы Оның астында қандай машина деді? Осы кісілердің туыстары бар болса, осы полиция қызметте туыстары бар болса, шықсын мына полиция қызметіне, сатқындардың жүйесінен шықсын. Маған ақша бересінде куәгер деп ол Мерседес баяғыда сатты. Қазір сол баладан өзі сұрайсыз. соған жауап беріңдер. Тәте, кішкентай бала бар. Өзіне сұрайсыздар. Ол машина баяғыда сатып кеткен, ол машина бір ай болды. Бұлардың айласы ертең дулатқа ас береміз деген сөз. Осы кісілердің тағы да кіріп отырсаңыз, туыстары бар болса, шықсын жұмыстан. Жалғыз бір ұсақ түйек бір пенсия үшін жұмыс істеп жүрміз деп отмазка болмасын кейін. Билік бәрбірде ауысатын болады, бәрбірде ауыстырамыз. Қабан сол Мерседес қой тәте? Білмеймін. Апай жүріс кіріңіз. Жоқ үйде, жоқ, өзім де таба алмай тұрмын қайда екенін. Сендерге сенім жоқ, мен өзім көрмей, оны айтпаймын саған. Ана тышқанды қара, түсіріп отыр, ішінде отыр ол. Тышқан! Кіріса ғой. Келеді қазір, келеді біз енді. Ол есе мен соқсам президентіне, мен келемді мына жерде қалқа айтамын. 8 күн ас болады. Енді құрметті қазақ елі, жиналмасандар, баласына шығып жатыр уже. Уже баласына пәле жауып жатыр. Неге бас көтермейсің Қазақстандарына? Сатқындар налар кәдімгідей. Түрін қарашына. Енді жабады, енді соның баласын жапты деп Қасында болудың орнында сіз мұнда провокация жасап Не, мыналар құрметті қазақ елі, мыналар уже әкесін өлтіріп, баласына кіріспекші мыналар. Мыналар баласына кірісіп жатыр уже, құрметті қазақ елі. Қаптандаршы Астанаға, неде қорқақ қазақсыңдар? Сатқындар тайып тұрыңдар жолдан. Назар. Ауық балындар бір өлік балындар, асылық балындар, жоқ болыңдар о жерде, малдарына. Нет, они просто снимают, где-то пас на шам ставят. Все, жұмысты бастаймыз, давай. Жиналыңдар Астанаға, қазағым. Құдай, біреу ұрып келсеген бізді оқтан кезінде кетіп тұрған адамдар болды. Провокатордар ма? Конечно. Это провокация. Чистой воды. Ни номеров, нахуй, ничего не знаю. Жиналыңдар қазағым, Астанаға. Неден қорқақсыңдар?
Жай кетті ғой. Жарайды, сау болыңыздар. Біз ағылшынша сұрап бастағанбыз негізі осы жерден. Ағылшын Европаға өзіміздің ошақта құқығымыз қорғалмай жатыр, соны айтып жіберіп жатқанбыз ағылшынша түсіріп. Аяқ астынан осындай полиция қызметкерлері келіп, менттер, ешкілер ғой енді. Келіп, осындай әкесін өлтірді, енді баласына кіріспекші нақ. Келімдер астана. Жарайды, сау болыңдар.